Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын қазан кебаб деген тамақты дайындайтын боламыз. Ең бірінші таза ыдысымызға майымызды молырақ құйып аламыз. Майымызды әбден қыздырып аламыз. Майымыз әбден қатты қыздырылғаннан соң картобымызды тазалап, жуып саламыз. Картобымызды әбден қызыл болғанша араластырып отырып қуырып аламыз. Мінекей осылайша картошкаларымызды қызартып қуырып аламыз. Содан соң басқа ыдысымызға салып аламыз да осы қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Етімізді салып, оны да екі жағын қызартып қуырып аламыз. Әбден қуырылуы керек. Етімізбен бірге май салып жүрсеңіз, тағамыңыз өте дәмді болып шығады. Егер де майды жаратпасаңыз, қоспай-ақ қоюға болады. Ол міндетті емес.
Оны да екі жағын айналдыра отырып, осылай екі жақтарын әбден қызартып аламыз. Барлығы әбден қызардау деген кезде үстіне суымызды құйып, мінекей осылайша қуырып алғанда майымыз, етіміз осындай қып-қызыл болады. Содан соң барып үстіне су құйып 1 сағат, 2 сағаттай пісіріп аламыз. Әркімде әрқалай еттің пісуіне байланысты. Осылайша етіміз жұмсара келген уақытта жаңағы картошкамызды етіміздің үстіне саламыз да бетін жауып, тағы да жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей осылайша біздің қазан кебабымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады екен. Мен мұнда таза етті қолдандым. Негізінде қабырға сондайларды қолданатын сияқты. Мінекей осылайша дәмі күшті болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеомды қараған болсаңыз, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.